Мен Иманбек Арайлым Қаламбекқызы, тарих пәнінің мұғалімі. Мен өз жобамды әлемнің 7 кереметіне салып отырмын. Ең бірінші Мысыр пирамидасы. Мысыр пирамидасын салуда қаншама еңбек, қаншама тер кетті. Олай болса, ұстаз да еңбек жолында тер төгіп еңбек ету керек. Екінші керемет ол Бабылдың аспалы бағы, яғни шөл далада бақ құрған патша секілді мұғалім де жоқтан бар жасау керек. Үшінші керемет Зевс мүсіні. Зевс мүсіні 17 метр. Піл сүйегімен алтынмен қапталған. Мұғалім де оқушыны біліммен қаптай білу керек. Ол үшін мұғалімнің мақсаты анық болу керек. Бүгінгі алған жобам заманауи білім берудің әдіс тәсілдері. Керемет Артемидия ғимараты. Артемидия ғимараты аңшылық құдайына арналған. Яғни мұғалім мамандығы аңшылыққа ұқсатуға болады. Себебі олжалы болу үшін мұғалім әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданыла отыра сабақ өтуі керек. Ол үшін мен аудиалды және визуалды қамту мақсатында әртүрлі платформаларды пайдаландым. Оның ішінде Prezi, анимациялық слайд және Quizzes, Classroom, Word Wall, Learns Up, Kahoot сияқты әртүрлі платформаларды пайдалана отыра сабақ өттім. Бесінші керемет Галикарнас кесенесі. 7 кереметтің ішіндегі ең ерекше ғимарат. Мен де өзімнің сабағымды ерекше өткізу үшін сіздерге виртуалды тақта жобасын ұсынамын. Бұл виртуалды тақта деп аталынады. Бұл жерде төменгі жағында көптеген белгілер тұр. Енді сол белгілермен танысып шығамыз. Бұл жерде ең алдымен фон таңдаймыз, яғни сабаққа қатысты фондарды таңдауға болады. Одан кейін оқушылардың тізімін қойып, оқушылардан сабақ сұрауға болады, яғни рандомды айналдырып, мінекей шықты. Осылай жеке-жеке сұрауға болады. Бұл бір тиімді әдіс болып есептелінеді. Одан кейінгі бізде топқа бөлу, яғни топқа бөлінеді. 2 топқа, 3 топқа, 4 топқа. Бұл жерде кубик әдісімен бөлуге болады. Кубикте шыққан сан бойынша топқа бөлінеді. Одан кейінгі бізде дауыс. Дауыс бұл жерде сыныптағы ахуалды қалыптастыру, яғни оқушылардың шулап кетпеуін, дауыстарын қатты шығармауын қадағалайды. Егер қызыл жанса, ол жерде шулады деп знак береді, яғни дауыс шығады, тақтадан дыбыс шығады. Белгілі бір балл қоямыз. Одан кейінгі бізде сілтеме қою арқылы оқушыларға әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы ұйымдастыру, яғни бірінші сурет таңдау, яғни суретпен жұмыс жасау әдісі арқылы бүгінгі сабаққа мысалыға 7 кереметті қоямыз. Яғни бұл жерде миға шабуыл. Осы суретті көру арқылы оқушылардың сабақтың тақырыбын ашуы ұйымдастырылады. Одан кейін видео көрсетілім, яғни видео көрсетілім әдісі. Бұл жерде видео сілтеме қою арқылы оқушылардың видео көрсетіп, әртүрлі қызығушылығын арттырамыз. Болмаса жеке тапсырма беру кезінде де видео қолдануға болады. Сабақта веб-камера қосу арқылы сабақтың қалай өткені туралы түсіріп отыруға болады. Одан кейінгі бізде QR код, яғни жұптық жеке тапсырмалар орындалу мақсатында QR-ның ішіне мәтіндерді қою арқылы мәтіндік жұмыс жасауға болады. Бұл да тиімді әдіс тәсілдердің бірі, яғни QR кодта интернет желісі арқылы жұмыс жасауға болады, мәтіндік жұмыс жасауға болады. Сондай сілтеме қою арқылы, керекті мәліметті қою арқылы жұмыс жасауға болады.
Одан кейінгі бізде қарандаштың суреті шығады. Бұл қарандаш сурет арқылы тақтаға сызу арқылы өздерінің постерін қорғау әдісі бар. Сол арқылы постер қорғауға басқа да керек нәрселерді сызып жазуға болады. Жоғарғы жағында удалить батырмасын басу арқылы өшіреміз. Одан кейін сыныпта тыныштық сақтау және де тыныш отыру, бір-бірімен әңгімелесуге болмайды деген сияқты белгілерді қосу арқылы ескертуге болады. Келесі бізде, яғни бағдаршам әдісі. Оқушылар өзінің бүгінгі сабақтан алған әдістерін тақтаға шығып, осы бағдаршам арқылы кері байланыс беруге болады. Яғни жасыл, қызыл, сары түстерді басу арқылы өздері кері байланыс береді. Келесі бізде, яғни уақыт қоюға болады. Топтық, жұптық, жеке тапсырма орындаған кезде белгілі бір уақыт қойып, уақыт арқылы жұмыс жасауға болады. Уақыт аяқталғанда тақта өзі белгі береді. Және де сабақтың басында осындай сағатты шығарып қоюға болады, сабақтың аяқталғанын біліп отыру үшін. Бұл тақта бойынша заманауи әдіс-тәсілдерді ұйымдастыруға болады. Алтыншы керемет Родостағы алып, күн құдайына арнап салынған. Мұғалімде күннің құдіреті сәулесі сияқты зор тұлға. Мұғалімнің шәкірт алдында зор болуы оның еңбектері, марапаттары болып саналынады. Жетінші керемет Александрия шамшырағы. Александрия шамшырағы секілді әр оқушының, әр атаның жүрегіне жол табу керек.